Ұлан газетінің 2023 жылғы жас тілшісі Ақерке Ерболат қызының журналист болған келеме байқауына арналған бейне материалын қабыл алыңыздар. Көрген көрермен көзі тоймайтын қызықты сюжеттің тақырыбы да қызықты болу шарт. Алғашқы екі тақырыпқа Ақеркенің берер жауабы айқын. Ал ендеше көрермендерге де маған да қызық үшінші тақырып мультимедиа журналистінің бір күні, яғни болашақтағы менің телеарнадағы бір күнім қалай өтеді екен? Әлеуметтік желідегі ақпараттарға сүйенсек, экран мен факті қаруына айналдырған, оқыс оқиға орнына ойланбай оқтай атылатын журналистердің тартысқа толы тағдырының оңай өтетін күні жоқ. Керекті материал түсірілгеннен кейін мәтін жазылып редакцияда бекітіледі. Видеоинженердің көмегімен сәйкестендіріліп 2-3 минуттық сюжетке сыйып кетеді. Дайын болған тағам кешкі жаңалықтар барысында үстелге қойылып эфирге ұсынылады. Әлеуметтік желінің әлеуеті күшейіп, көгілдір экран көңілден кеткен 21 ғасырдың бұл жылдары көрермен кешкі жаңалықтарды күтіп отырмайды. Айшылық жолдарды қысқартуға мүмкіндік берген, соқырдың көзіне, мылқаудың тіліне айналған ғаламтор мен гаджеттер біраз телеарнаның жұмысын бір өзі атқарады. Жаңа заман сол заманға сай жылдамдықпен орын алған оқиға туралы толық ақпаратты сапалы жазып, түсіріп жариялайтын маманды талап етеді. Ол әрине мультимедиа журналисті. Алайда уақытқа жұмыс жасаймын деп сапа жағы қараусыз қалмауы керек. Ақын ағамыз Мұңайдар Балмолда бүгінгі журналистер жиі жол беретін қателіктерді талқылады. Мәтінді өңдеу аса қиынға соқпайды. Тәжірибе болсаң, білім керек әрине. Енді қазақ тілінің бүкіл ережесін, тәртібін сақтасаң, одан бөлек бізде бүгінде қателік қайдан кетеді? Тек қана кірме сөздерді қосу емес. Жай ғана жұрнақ жалғауларды айырмайды, қарапайым мысалға барлығыңыз дегенде көбі барлықтарың дейді. Сосын адамның көзіне айтқан кезде көздерің дейді, аяқтарың дейді, шаштарың дейді. О шаш деген осында көп нәрсе шаш деген. Көз деген екі көз екен белгілі. Бір адамда бір жыбырлаған мың көзі бар сияқты, аяқтарымен де қырық аяғы бар сияқты айтып, осындай қателіктер көп жібереді. Бұны тоққан азамдар жібереді. Ендеше журналист көп оқыған тоқыған болу керек. Журналист өзінің ұлттың уысына шығарған елінің әдебиеті мен мәдениетін, тарихын білу керек. Сосын іздену керек. Сұхбат алу, сұхбат беру, мәтін өңдеу, жаңалықтар түсіру, мультфильм дыбыстау, репортаж жасау. Болар бала жасынан демекші, жаста болса бас болар журналистердің қарасы бүгіннен көрінері анық. Осы күнге дейін мен бұл саланың бар қызығымен де, қиындығымен де таныстым. Соған қарамастан болашағымды нақты осы салаға арнағым келеді. Журналистиканың қай бағытын таңдасаң да, бүгінгі күні оған қойылатын талаптар бұрынғыдан жоғары дейді өз саласының маманы Тұрар Ғабдрашитұлы. Тұрар ағай, осы телеарнадағы бір күніңіз қалай өтеді? Енді журналистің әр күні әртүрлі, бір күні бір күнге ұқсамайды. Сол күні қандай оқиғалар болатынын кейде білмейсің. Оқыстан болған жағдайлар болады, не болмаса жоспарлы жұмыстар болады. Сорының барлығын оператормен бірлесіп, жалпы көрермендерге жеткіземіз. Телевидение, яғни көру бейнемен дыбыс сәйкес келу керек. Осы орайда қазіргі таңда журналистерге, тележурналистерге қойылар талап өте жоғарылады. Бұрынғыдай таңертең 10-да түсірген нәрсеңді кешке дейін ешкім күтіп отырмайды. Жедел шығару керек. Осы орайда кейде қолымыздағы заманауи құрылғыларында көмегіне жүгініп жатамыз. Бірден ақпарат шығарамыз, өйткені ақпараттар ағыны көп. Бірінші шығарған дүниең құнды болады. Сондықтан да тынымсыз тірлік телеарнада тоқтамайды. Өте білімділікті, өте қайсарлықты, табандылықты талап ететін кәсіп деп айтамын. Сондықтан да талаптарға нұр жаусын. Өздеріңдей жаста журналистика мамандығын, осы мамандықтың иесі болғым келеді деп таңдауларының өзі маған өте ерекше әсер қалдырып тұр. Жалпы барлық дүниенің негізі діңгегі тірегі болады. Сол сияқты өнер болсын, ертең ғылым болсын, басқару жұмыстары болсын, қай сала болмасын, ол тіл, ананың тілі, журналистика деген сол тіл мамандығы
Журналистика әлемдегі ең қауіпті 8 мамандықтың бірі. Олардың арқалағаны алтын, жегені шантақ. Қызығы мен қиындығы мол салаға көлденең көк аттылар келмейді. Тіршілігі тілшілікке айналған әлемнің 4-ші билік өкілдерінің бірі мен Мақсат Айқан Қадамнық. Ақерке Ерболатқызы арнайы жас тілшілер байқауы үшін.